Адам тағдыры сықылды, қалалардың да тамырлы тарихы мен тағдыры бар. Негізі қаланғанына жарты ғасырдан асқан, һәм тілімізге тиек болғалы тұрған Кентау қаласы да бай тарихқа иелік ететін байтақ мекен. Атына заты сай Кентау кенді қала. Қойнауында байлығы мол, қазынаға толы өңір. Ұлтымыздың ұлы перзенті, аса көрнекті жазушы Мұхтар Әуезовтің Қаратау тәжі деген тамсанысы тарихқа таңбаланып, көңілдерге берік ұя салды. Расында да, Кентау дәуірлеп тұрған тұсында Кеңестер одағы көлеміндегі үлгілі қалалардың бірі болды. 1990 жылдардың басындағы қиын жылдарда Кентаудан жұрт үдере көшіп, қаланың тыныс тіршілігі тұралаған қамкөңіл күндерде болды. Алайда, сол қиындықтарға мойымаған қала бүгінде байыпты тіршілік тізгінін берік ұстап отыр. Шаһар моноқалаларды дамыту бағдарламасы бойынша еліміздегі 27 моноқаланың тізіміне енген оңтүстік Қазақстандағы жалғыз мекен болуымен де ерекшеленеді. Кентау қаласы 1955 жылдың тамыз айында Қарт-Қаратаудың баурайында ірге теуіп негіз қалады. Қала орнындағы алғашқы елді мекеннің атауы Марғалымсай болатын. Марғалымсай кен орны әлі де бар. Кентау қаласын құрудағы мақсат Ащысай полиметалл кенішін байыту жұмыстарын жүйелі жүргізу болатын. Кентау облыс орталығы Шымкент қаласынан 260 шақырым жерде орналасқан. Киелі Түркістан қаласымен арадағы қашықтық 30 шақырымды құрайды. Сондай-ақ қала күні мерекесіне орай қаладағы Абай даңғылында орналасқан Кеншілер аллеясы ашылды. Кезінде кен өндіруден рекорд орнатқан еңбек ерлерінің мүсіндері орналасқан бұл аллеяның жас ұрпаққа берер тағылымы мол. 7 қабат жер астына түсіп, талай кенді қопарып, сыртқа шығарған алып күш иелері қандай құрметке болса да лайықты. Бабалар рухына тағзым еткен жастар да, ақжаулықты аналар да, ерен ерліктің үлгісін көрсеткен кеншілер де ұрпақтары атынан гүл шоқтарын қойып, естелік суретке түсуде. Шат-шадыман болып, қуанышқа бөленген мұндай мереке кентаулықтардың көкейінде көпке дейін сақталатыны анық. Осы орайда Кентау қаласында кіндік қаны тамып, құт мекеннен үлкен өмірге түлеп ұшқан Тұран Экспресс жолаушылар компаниясының бас директоры Роман Бейдалыұлының мерекеңіл көңіл күйі мен пікірін білмек үшін микрофон ұсындық. Прибыли на 60 лет в город Кентау, мой родной город Кентау. Мемориальная доска, открытые герои, скульптуры. Сейчас вижу отца, друзей, все пока их осталось очень мало. Все радостные, счастливые. Прошел митинг, но я думаю, что сегодня город в наряде таком отличном. Люди радуются, герои нашли свое место здесь. Поздравляем, 60 лет Кентау. Я думаю, сейчас там будет программа какая-то. И посмотрим наш город, каким он стал. Кеншілер аллеясынан шыққан қонақтар мерекелік концерт өтетін мәдениет үйіне бет алды. Кентау қаласының 60 жылдығына арналған салтанатты жиын қала төріндегі Шәмші Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайында жалғасты. Мәдениет үйі көрермендер мен қала қонақтарына лық толы. Еліміздің бетке ұстар азаматтары мен зиялы қауым өкілдері жиынның көркін ашты. Концерт шымылдығы Кентау қаласының өткені мен бүгіні жайлы деректі фильммен түрілді. Фильм барысында өткен күннің бедерлі белгісіндей болған талай тарихи оқиғалардан сыр шертілді. Бүгінгі күннің балғындарына үлгі өнеге боларлық тың деректер айтылды. Фильм бітісімен мерекелік концертте басталды. Қай мереке қазақтың күмбірлеген күйінсіз өтсін. Концерт шымылдығы түрілген сәттен соң жаны жан жадыратқан күй кезегі келді. Күй соңы ақындардың арнауына ұласты. Кентауында боп жатыр көп жаңалық, мен бүгін дәм
Сахна төріне алғаш болып облыс әкімінің бірінші орынбасары Дархан Сатыбалды көтеріліп, облыс әкімі Бейбіт Атамқұловтың құттықтау сөзін жеткізді. Барша қала тұрғындарын мерекемен құттықтап, облыс әкімінің алғыс хаттары мен облысқа сіңген еңбегі төсбелгілерін табыстады. Құттықтау сөзден соң қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев мерекеге келген қала қонақтарына алғысын жеткізіп, кентаудың келешегі кемел екенін тілге тиек етті. 60 жылдық мерейтойдың құрметті қонақтары қатарында Қазақстанның бас мүфтиі Ержан Қажы Малғажыұлы, қоғам және мемлекет қайраткері Болат Жылқышиев, үлкен өнер қайраткері Тұңғышбай Жаманқұлов сынды аптал азаматтар болды. Қала әкімі қонақтарға кентауға 60 жыл төсбелгілерін табыстап құрмет көрсетті. Сондай-ақ қала дамуына сүбелі үлес қосқан біршама азаматтарға қаланың құрметті атағы берілсе, ардагер кеншілерге қаланың мерекелік төсбелгісі табысталды. Мерекелік шара қаланың өнерпаз жастарының әсем әуендерімен жалғасып, көрерменге көтеріңкі көңіл күй тарту етті. Әсіресе жастардың Марғанысай кенішінің ашылуы жайлы қойған қойылымдары көпшілік көңілінен шықты. Игі істің бастамасына батаңызды беріңіз. Ал шырақтарым, жорытқанда жолдарың болсын. Бастаған істерің оңды болсын. Жер асты кенді болсын. Бар екен деп тасыма, жоқ екен деп жасыма. Еңбек етсең ерінбей, дәулет келер қасыңа. Әумин. Мәдениет үйінің кіреберіс залында құрылған Кентау тарихынан сыр шертетін деректер мен тамыры тереңнен бастау алатын тарихи құнды жәдігерлерден тұратын мұражайлық көрме қонақтар мен қала тұрғындарының назарына ұсынылды. Кентау қаласының төңірегінде орналасқан көптеген көне қалашықтардан табылған археологиялық экспонаттар, Қаратау жынысында қалыптасқан кенді тастар, қаланың қалыптасуы туралы тарихи суреттер, барлық тарихи мұрағат, тіптен қаланың болашағын көрсеткен бас жоспарда көрмеден орын алған. Суреттерден бөлек қаладағы нысандар, оқушылар қолымен жасалған макеттерде көрме сәнін ашуда. Кентауға қарасты Қарнақ ауылындағы Шәммет Ишан мешіт медресесі талай тарихи оқиғаның куәсі болған киелі орын. Қарнақ ауылының тарихы тым тереңде жатыр. Балалық шақтан есте қалған нысандарды сарғыш тартқан суреттерден де тануға болады. Әсіресе сол балалық балған шаққа деген сағынышы үлкен адамдар ол кезеңдерді жадында жиі жаңғыртады. Көлге шомылып, балық аулаған сәттер тіптен естен кетпес. Қызылкөлден, о, Қызылкөлде мен ең бірінші балықтар, мынандай балықтар ұстағам. Қызылкөл чага бар, чага. Раньше, помните, там комбинат? Вот здесь началась моя любовь к рыбалке. Вот это Кызылколь, озеро. Там все кентауцы, горняки отдыхали. И там я первую рыбу поймал. Чуть больше. Такая. Так,
о, Кентау. По этой маршировка же была здесь, марш, ставим, деген мастера. Мәдениет үйіндегі мерекелік концертпен балалық шаққа сапарлатқан көрмеден соң қала қонақтары қаладағы жаңадан ашылып жатқан мешітке ат басын бұрды. Кеншілер қаласының төл мерекесімен тұспа-тұс Балаби қари мешіт ашылуда. Бұрынғы балалар лагері болған орынға міне енді керемет зәулім мешіт бой түзеді. Пионер лагерьде он костер. Мен бұл жерде айтыр, ең кішкентай кезіміздер бәріміз осы жерде шыққанбыз. Мына жерде автобустың остановка 5-ші автобус, 1-ші Ақан тағыға баратын автобус. Қазір мінеки медресе салыпты. Көрейік бар. Алланың үйі заманауи үлгіде бой көтерген. 4 бұрыштан көкке көтерілген мұнаралары алыстан менмұндалап тұр. Медресе мешіттің ашылу салтанатына жиылған 3000 адам жұма намазын оқуда. Жиналған елде сан жоқ. Барлығы бүгінгі мерекені бір кісідей мерекелеп жатыр. Әсіресе балалар жағы басымдау. Мешіт ауласына молынан ақ дастархан жайылған. Ақ шаңқан қазақы киіз үйлерде бой түзеген. Елдің қуанышына ортақтасқан, аузында Алласы, жүрегінде имандылық ұялаған, елінің елеулі, халқының қалаулы ел ағалары келер ұрпаққа өнегелі сөз қалдырып, өткен күндердің белесінен сыр ақтаруда. Енді біз бұл жерде ұзақ жұмыс жасаған адамбыз. Осы қаланың қала болғаннан бері 1955 жылы август айынан қала болды. Біз сол август айының басында институтты бітіріп, 10 адам осында қазақтың Тау-Кен металлургия институтынан келіп, жұмысқа орналастық. Біз келгеннен кейін қала болғандан бастап осы қалада жұмыс істеп, мынау енді біздің келгенімізге 60 жыл болды. Бұл қаланың қала болғанына да 60 жыл болды. Бізге де юбилей, қалаға да юбилей, қысқасын айтқанда. Адам баласы шіретіп дүниесігін ашқан күннен бастап, өмірінің соңғы күніне дейін талай қызығы мен шыжығына толы кезеңдерді бастан кешеді. Ол кезеңдердің әрқайсының өзіндік қайталанбас тарихи сәті бар. Сондай өмірдегі ең ұмытылмас сәттер деп мектепте өткізген уақытты айтуға болады. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Мектепке тарадай болып кіресің, таудай болып шығасың. Дәл сол кездер есімізде ең жарқын естеліктер болып қала бермек. Слезы наворачиваются на глаза. Моя школа, которую закончила в 1977 году. Эта девушка молодая училась после меня, Жанат. И вот она уже директор школы. Школа для нас казалась большая, огромная. Сейчас такая маленькая. Ну, сейчас, не знаю. Да, там стадион был, там соседи наши жили. Арада қанша жыл өтсе де, қанша жасқа келсек те, қандай мамандық иесі болсақ та, қай елде жүрсек те, сол бір естен кетпес балалық балғын шақтарымыз өткен алтын ұя мектебіміз әрдайым жүрегіміздің төрінде болатыны ақиқат. Ботабеков Роман. Ағай, бұл жерде 77 жылы бітірді осы мектепті. Мен бұл жерде 74-тен бастап бұл жерде оқам. 74-75 председатель комитета оперативной дружины пионерде болғам. Сосын секретарем комитета комсомола да болғам. Ольга Додонова бізді біршіме қойдайтатын тұғын. Герой Александрович, да, сырбастыр. Вот Татьяна Радиковна застала Герой Александрович. А вот и вы же применяете? Нет, я уже пришла. Математика была. Васейкина здесь была, да? Васейкина здесь. Это была самая строгая женщина. Она, она и крепкое слово могла сказать, там все, вот гоняла. Мы алгебру, геометрию, как стихотворение Пушкина учили. Зубрили, просто Все зубрили. знали.
Здравствуйте. Можно книжку взять? А на чем картотека? Любую карту, это карта. Дайте мне сейчас посмотрим. Кабинет Герода Александровича. А теперь самое страшное. В этот кабинет заходили отъявленные хулиганы или отличники, ну или ударники между отличниками, среди которых был я. Здесь сидел Герой Александрович, наш директор, добрейший из добрейших, умнейший из умнейших. Математик. Математик еще просто в памяти остался и никогда его не забудем. Вот это его кабинет. Садитесь. Так, помечтаю. Какой солдат не мечтает быть генералом, какой студент не мечтает быть министром, а какой уж школьник не мечтает быть директором. Вот здесь сидел наш очаровательный... Возможно, он и видит сейчас нас, Герой Александрович, если он смотрит Туран ТВ. Вот. И здесь он так свел работу. Тогда не было компьютеров. Не было. Этих тоже не было. Была машинка, чах-чах-чах-чах, вот такая вот. И ручки. Были ручки с пером были. Да. Такие-то фарфоры, боже мой, сейчас дети смотрят, я наверное, динозавра видел. Ну, это правда. И газеты Кентау не было тогда. Вот сегодня мы приехали на 60 лет Кентау. Я посетил нашу школу и чувствую праздник во всем городе, во всех заведениях, и особенно в школе номер 23 имени Карла Маркса, где директор Манат работает. Заряд энергии. Да. Получили, да? Вот она, 23-я школа. Директор школы зарядил меня. Я сам получил заряд от школы, от классов. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деген сөз бар қазақта. Бабалар батасын, аналар аманатын арқалаған Раман Бейдалыұлы балалық шағының Балғын өзеніне бір сүңгіп шықты. Туған жердің топырағы қашанда ыстық болады. Әсіресе әкеден мал қалмай тал қалған осы бір Кентау қаласы жүрекке жақын. Қала мерекесін кентаулықтармен бірге бөлісіп қайтудағы басты мақсат 62 тамырына қан бітіріп, үлкен жолға салған әкенің аманаттап кеткен сара жолымен бір жүріп өтіп, үлкен күндермен қауышу болатын. Здесь было жилище коммунального управления, отец мой сидел шефом здесь. И сюда приходить, это была большая проблема попасть сюда, потому что приходили только большие люди, начальники. Они организовывали, буквально было 15-20 человек, и они в такой чистоте город держали, что он был самым чистым городом, и в Союзе занимал по зелени второе место. Нет, первое место по зелени на квадратный метр. Тогда было два всего завода экскаваторных, в Иваново было и в Кентау было. Мы сегодня как раз видели, когда в 59-м году запускали. Ну вот, а сейчас выкупили бизнесмены кафе и сделали кафе, называется «Сказка». Действительно как сказка. И я прихожу каждый год по старой традиции, где-то с классом, где-то взрывниками, где-то работники ТЭЦ. Вот работники ТЭЦ как раз, Жакелер, мы дали сегодня воду, и тепло, скорее всего, в Кентау будет. Кентау шарықтап биікке де ұшты, құлдырап төменге де түсті. Бірақ өзінің бейнесін жоғалтқан жоқ. Бүгінде егеменді елімізбен қатар алға басып, еңсесін тіктеп келеді. Қажырлыда қайратты кентаулықтардың ерен еңбегінің арқасында қала көркейе түсуде. Кентаудан республикаға танымал өнер қайраткерлері Райымбек Сейтметов, Сейтулла Бәйтереков, Әшірбек Сығай сынды еліміздің марқасқалары шыққан. Артында өшпес мұра қалдыра білген мұндай алып бәйтеректер тұрғанда, Кентаудың аты қашанда шарықтап, Қаратаудың тәжі тұғырынан түспек емес.